Қымбатты көрермендер, өмірде әр адамның жүрегінде бір сұрақ тұрады. Сол сұрақ бақыт туралы. Бақыт деген не өзі? Оны қайдан табамыз? Үйде ме, қырда ма, әлде жақыннан ба? Міне, бүгін осы тақырыпты қазақ әдебиеті сабағында талқылайтын боламыз. Тақырыбымыз бақыт деген не? Балалар, сендерге сұрақ. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не? Деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіп жүрсең бақыттысың емес пе? Бәрекелді. Жоқ, бақыт сен оны бекіс мансап қой. Жұрттан бірі жүрсен ерек, соның өзі рақсат қой. Бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Ісім болмай күйбелменен қарын төсі кәт ойнау. Әрине. Бақыт деген адал жанмен перзент қой. Ынтымаққа ырыс қосқан, ол да соған ермек қой. Жарайсыздар балалар. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлес түріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақұтты. Оны алыстан іздемеген жүректен тап бақытты. Сабағымыз аяқталды. Бақыт деген